Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Видео сабақ бойынша нұсқаулық. Егер оң жағында қаламның белгісі болса, онда берілген мәліметті дәптерге көшіреміз. Егер де оң жағында тыңдалым белгісі болса, онда берілген мәліметті тыңдаймыз. Сабақтың жоспары: өткенді еске түсіру, жаңа сабақ, есептер шығару, өздік жұмысы. Өткенді еске түсіру. А натурал санының факториалы дегеніміз не? Және оның белгіленуі қандай? А санына дейінгі А санын қоса алғанда барлық натурал сандардың көбейтіндісі. Белгіленуі натурал саннан кейін леп белгісі. Мысалы, 5-нің факториалы тең болады. 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5. Келесі сұрақ. Комбинаторикадағы терудің формуласын еске түсір. Теруді біз С әрпімен белгілейміз. К С-нің астында жазылады, Л С-нің үстінде жазылады. Яғни К элементі жиыннан әртүрлі Л элементтен тұратын ішкі жиын. Оның формуласы К факториал бөлінген Л факториал көбейту К минус Л'дің факториалы. Осы формуланы негізге ала отырып, жаңа сабаққа көшейік. Дәптерді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазайық. 6 сәуір. Сынып жұмысы. Комбинаториканың ықтималдық теориясына қолданылуы. Бірінші сұрақ. Оқиғаның ықтималдығын қалай түсінеміз? Енді оның формуласын еске түсірейік. Бұл жердегі формуладағы әріптерге тоқтала кетейік. П ықтималдық, А осы ықтималдықтың оқиғасы, М қолайлы нәтиже, Н барлық нәтиже. Келесі кезең есептер шығару. Бірінші мысал. Жәшікте 8 шардың 3 шары қызыл, қалғаны көк. Кездейсоқ алынған шардың көк болу ықтималдығы неге тең? Бұл есепті шешу үшін алдымен сызба түрінде кескіндейік. Бізде барлығы 8 шар бар. Сол 8 шардың ішінде 3-еуі қызыл. Яғни қалған 5-еуі көк түсті. Сонымен барлық нәтиже 8 шар, сондықтан 8 болады. Көк болу ықтималдығын табуымыз қажет, сондықтан қолайлы нәтиже 5 көк шар. Ықтималдықтың формуласына салайық. М-нің орнына 5, Н-нің орнына 8 қоямыз. Сонымен бұл есептің жауабы 8-ден 5. Дәптерге көшіреміз. Келесі есепке көшейік. Екінші мысал. Бұл күрделі есеп. Бұл жерде біз комбинаториканың ықтималдық теориясында қолданамыз. Жәшікте 8 шардың 3 шары қызыл, қалғаны көк. Кездейсоқ алынған 5 шардың 2-еуі қызыл, ал қалғандары көк болу ықтималдығын табуымыз қажет. Алдымен есептің шартына сай сызба сызып көрейік.
Бізде барлығы 8 шар бар. Соның ішінде 3 шар қызыл. Яғни қалғаны көк. Оның саны 5. Осы 8 шардың 5 шары алынады. Соның ішінде 2 қызыл, қалғаны көк болу ықтималдығын табуымыз қажет. Ықтималдықтың формуласын еске түсіреміз. М бөлінген N. Бұл жердегі N барлық нәтиже. Бірақ барлық нәтижені табу үшін біз терудің формуласына сүйенеміз. Бізде барлығы 8 шар болған еді, таңдау керек 5. Сондықтан да 8 элементтен біз 5-ін таңдаймыз. Мұндағы 8 барлық шар, 5 таңдалынды. Қолайлы нәтижеге келсек, 2 терудің көбейтіндісінен тұрады. Мұндағы бірінші терудің бұл қызыл шарлардың саны, яғни бізде барлығы 3 қызыл шар болған еді, біз соның ішінде 2-ін таңдаймыз. С-ның астында 3, үстінде 2 деген сан жазылады. Келесі С 5-те 3. Бұл көк шарлардың санына байланысты берілген. Яғни 5 көк шардан біз 3 шарды таңдаймыз. Сонымен артық сызбаны алып тастайық. Есептеуге көшейік. Сіздер менімен бірге жазып отырыңыздар. Алдымен барлық нәтижені есептейік. N тең болады. С 8-де 5. Бұл 8-ның факториалы бөлінген 5-ның факториалы көбейту 8 азайту 5-ның факториалы. 8-ның факториалын жіктейік. Сол кезде 5-ның факториалдары қысқарылады. Арифметикалық есептеулерден кейін жауабы 56 екенін байқаймыз. Қолайлы нәтижені есептейік. Әр көбейтіндіні бөлек жазып шығайық. Қысқартуға келтіру үшін көбейткіштерге жіктейік. Содан кейін қысқарту орындалады. Жауабы 30. Бұл қолайлы нәтиже. Формуламызға қойып шығайық. М 30, N 56. Алымын мен бөлімін 2-ге қысқартамыз. Сонда жауабы 28-ден 15. Жазып аламыз. Соңғы кезең өздік жұмысы. Бұл жерде сіздер дәптермен жұмыс жасайсыздар. Берілген 2 есепті шығарасыздар. Шығару жолын фотоға түсіріп, менің WhatsApp чатына жібересіздер. Сабақ аяқталды.